Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осы жаңғақтардың көшетін дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз осы жаңғақтарымызды дайындап алып, үстіне жылы суымызды құйып, беті батып тұратындай етіп, 2 күнге бетін жауып қоямыз. Одан кейін осылай 2 күнде кішкене жібиді, өйстіп арасын кішкене ашып, осындай қыстырып қоямыз. Осылай видеодағыдай етіп, яғни ішінен өніп шыққан өсімдігіміздің өніп шығуына оңай септігін тигізеді. Осылай тағы да суға 2 күнге қоямыз. Кейін тағы 2 күн тұрғаннан кейін суларын сырғытып, қайтадан кесеге салып, бетін бекітіп жауып қоямыз. Ішінде аст жағында кішкене ғана су тұрса болды. Кішкене ылғалданып тұрса өздері өнеді. Менде барлығы бар жоғы 10-12 күнде өнді. Мыналар менде 4 күннен кейінгі, яғни 6-7 күнгі жаңғақтарым. Мыналар болса уже 8-10 күнге дейінгі өскен, өніп шыққан жаңғақтарым. Осы жаңғақтарымды әр 2 күн сайын қарап тұрдым. Өнгені де өте қызық. Табиғаттың керемет жаратылысы ма деп ойлайсың. Мына жаңғақтар уже 10 күннен кейінгі жаңғақтар, яғни 12 күннен өтіп кеткен жаңғақтар. Енді біз топырағымызды дайындап алып, осылай дәл видеодағыдай етіп, мен осындай кашоктарға өндіріп, осылай жаңғақтарымды қойып, топырағымның бетін жауып қойдым. Міне жаңғақтарымыз 15-20 күннің ішінде бой алып өсіп шықты. Енді сыртындағы кашогын қырқып алып тастап, топырағымен қосып қазылған жерге егеміз. Видеом ұнаса лайк басып кетіңіздер.